Саламатсыздармы достар, бүгін сіздермен асқабақты самса дайындаймыз. Жылы суға тұз салып араластырып қоямыз. Бөлме температурасындағы сары майды ұнға салып үгітіп аламыз. Сосын тұзды суымызды құйып қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырды бетін жауып, шетке алып қоямыз. Енді қоспасын дайындаймыз. Асқабақты өткіштен өткізіп аламыз. Пиязды осылай турап, асқабаққа қосып, тұз және қант қосыламыз. Қамырды екі зуалаға бөліп, жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы орташа болу керек, қатты жұқа да, қатты қалың да болмау керек. Қамырды видеодағыдай үлкендеу қылып, төрт бұрыштап кесіп аламыз. Самсаларды осылай конверт пішімінде түйіп аламыз. Қоспасыны молдау солуға кеңес беремін, сонда самсалар дәмді болып шығады. Түйіп алған самсаларымызды листке тереміз. Май жақпасақ та болады, асты жабыспайды. 180-200 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Дайын болған самсаларымыздың бетіне ақ май жағып шығамыз. Сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияда күтіп қаламын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.